Неге ауырсынуды тоқтататын таблеткалар мен гормондар тек уақытша ғана көмектеседі? Сәлеметсіз бе, қадірлі көрермен? Буын ауырса, біз ең алдымен не істейміз? Ауырсынуды тоқтататын таблетка ішеміз. Гормонды укол салдырамыз. Ауырсыну басылады. Адам жеңілдеп қалады. Бірақ біраз уақыттан кейін ауру қайтадан басталады. Кейде бұрынғыдан да қатты. Неге бұлай болады? Бүгін соны ашық, жасырмай, қарапайым тілмен түсіндірейін. Бірінші бөлім. Ауырсынуды тоқтататын таблеткалар не істейді? Бұл таблеткалар ауырсыну сигналын өшіреді. Миға ауырсыну жоқ деген белгі жібереді. Яғни ауру бар, бірақ біз оны сезбей тұрмыз. Бұл уақытша жеңілдік. Себеп сол күйі қалады. Екінші бөлім. Гормон уколдар не істейді? Гормон уколдар қабынуды тез басады, ісікті азайтады, ауырсынуды тоқтатады. Бірақ буынды қалпына келтірмейді, шеміршекті өсірмейді, сұйықтықты көбейтпейді. Бұл ағзаны уақытынша тыныштандыру. Үшінші бөлім. Бұл дәрілер қай органға әсер етеді? Асқазан. Таблетка ең алдыменен асқазанға түседі. Көп және ұзақ қолданылса, асқазанның қорғаныш қабаты жұқарады, қышқыл көбейеді, ас қорыту нашарлайды. Соның салдарынан кальций, магний, басқа да минералдар дұрыс сіңбейді. Ал бұл заттар жетпесе, буын қалпына келмейді. Бауыр. Барлық дәрі бауыр арқылы өтеді. Көп дәрі бауырға ауырлық түсіреді, оны шаршатады. Бауыр әлсіресе, қан толық тазаланбайды, ағзада қабыну көбейеді, ал таза емес қанмен буынның жазылуы мүмкін емес. Бүйрек. Ауырсынуды тоқтататын таблетка мен гормондар бүйректің сүзуін әлсіретеді. Су, тұз тепе-теңдігін бұзады. Бүйрек дұрыс істемесе, артық тұз шықпайды, зәр қышқылы жиналады. Бұл тұздар тізеге, табанға, саусақ буындарына, омыртқаға шөгеді. Төртінші бөлім. Осының бәрі буынға қалай әсер етеді? Асқазан сіңдірмейді, бауыр тазаламайды, бүйрек шығара алмайды. Нәтижеде буынға су аз барады, буын ішіндегі сұйықтықтар азаяды, шеміршек құрғайды. Буын сықырлайды, қатады, қабынады. Осылардан қандай аурулар пайда болады? Осы процестер ұзаққа созылса, артрит, буын қабынады. Полиартрит, бірнеше буын қатар ауырады. Остеохондроз, омыртқадағы шеміршек жұқарады. Бұл аурулар бір күнде пайда болмайды. Бұл жылдар бойы ішкі ағзалардың әлсіреуінің нәтижесі. Неге адам бұны байқамайды? Өйткені таблетка ішеді, укол салдырады, ауырсыну уақытша тоқтайды. Ал буын іштен құрғай береді, сұйықтық азая береді, себеп жасырын қалады. Енді өте маңызды бір нәрсе бар. Көп адам ойлайды, буын ауырып тұр, қозғалмаймын, немесе жазылу үшін қатты жаттығу жасау керек. Екеуі де дұрыс емес. Буынға қозғалыс керек, бірақ жұмсақ, ауыртпайтын қозғалыс. Жұмсақ қозғалыс қан айналымды жақсартады, буынға қорек жеткізеді, буын ішіндегі сұйықтықтың қозғалуына көмектеседі. Ал қозғалыс мүлде болмаса, сұйықтық тоқтайды, буын одан әрі қатады. Ал тым қатты күш салса, шеміршек тозады, қабыну күшейеді. Есіңізде болсын, ауырсыну жау емес, ол ағзаның ескертуі. Тек ауырсынуды өшіре берсек, ақса басқа жолменен белгі береді. Егер бұл видео сізге түсінікті болса, лайк басыңыз, бөлісіңіз. Сұрақтарыңыз болса пікірге жазыңыз. Келесі видеода буынды табиғи жолмен қалай қолдауға болатынын бірге айтамыз.